Бүгін осындай жапон халқының рецепті бойынша тәтті рулет дайындаймыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сүт пен сұйық майды жақсылап 1,5 минуттай араластырып, оның үстінен ұнымызды қосамыз. Осындай қою қамыр шығады, еш қорықпаңыздар. Оның үстіне сары уызымызды қосып, барлығын біркелкі масса жасаймыз. Содан соң ақ уызымызға шым-шым тұз және де лимон согын қосып, алдымен баяу жылдамдықта, содан соң қатты жылдамдықта миксерлеп аламыз. Аппақ көпіршік болған кезде қантымыз сеуіп, тағы да қантымыз ерігенше миксерлейміз. Осындай болып шығу керек. Содан соң сары уызымызға қосып, барлығын лопаткамен араластырамыз. Противенге пергамент бумагасын төсеп, үстіне қамырымызды құйып шығамыз және де шет-шетіне вилка қойып шығамыз, қамырымыз ақып кетпеу үшін. 160 градуста қызып тұрған пешімізге 25 минутқа салып пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісті, енді суытып, шеттерін осылай кесіп шығамыз. Салмасына өз қалауларыңыз бойынша кез келген нәрсені сала аласыздар. Варенка немесе джем бола береді. Менде бұл жерде манго пюресі. Осылайша барлық жеріне жақып шығамыз да видеодағыдай орап шығамыз. Бұл бисквиттің жақсы жері, ешқандай трещина болмайды, өзінің қалпын жақсы ұстап тұрады. Тура осы пергамент бумагада оралған күйінше тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қойсаңыздар, бір-біріне сіңіп, ауызда еритін болады. Дайындап көріңіздер және дайындаған болсаңыздар, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!